Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында пеленка, яғни су өткізбейтін жүргек тігіп үйренетін боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттарды қиып дайындап алдым. Бізге керекті заттарға губка керек болады, және де бізге целлофан, мата керек болады. Матамыздың ұзындығы бізде 56 см, енін 45 см қылып аламыз. Және де осы 4 жағын, яғни дөңес қылып, қиып дайындап аламыз. Кесе қойып дөңес қылып алсаңыздар да болады. Ал бізде губкамыздың ұзындығы 51 см, ені 41 см. Бізде матамыздың ұзын болу себебі біз осылай шет жақтарын осылай қайырып тігіп шығатын боламыз. Бізде целлофанымыздың ұзындығымен ені губканың енімен ұзындығымен бірдей қылып қиып аламыз дайындап. Ең алдымен губкамыздың целлофанымызды тігіп алатын боламыз. Жылжып кетпеу үшін инелермен қадап аламыз. Міне достар, тігіп болдым. Ендігі кезекте матамыздың үстіне, осы целлофанның үстіне қаратып қойып аламыз. Және де жылжып кетпеу үшін инелермен қадап тігетін боламыз. Достар, видео ұнап жатса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Осылай ішіне бір ғана қайтарып тігіп шығатын боламыз. Достар, міне тігіп шықтық. Бізде пеленкамыз дайын болды. Өте оңай жасалады. Достар, видео ұнаса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.